Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі керемет болып шығатын сочный мучный мантының рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, және де менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, әлі алда көптеген видеолар шығады. Ең алдымен біз қамырымызды дайындап аламыз. Ол үшін електен өткізіп алған ұнымызды дайындаймыз, және оның үстінен жұмыртқамызды жарып аламыз, және де ұнға кішкене илеп аламыз. Алдын ала мен суға тұз салып дайындап қойдым. Осы суымызды құйып, дәл осы тестамызды илейміз. Осы ұннан менде 3 теста шығатындай етіп илеп аламын. Міне біздің тестамыз дайын болды. Енді біз салмасын дайындағанша осыны салфанмен бетін жауып қоямыз. Салмасына керекті заттарды алдын ала дайындап алдым, ашып. Енді осы пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Туралған пияздарымызды ыдысымызға салып, үстінен кішкене тұз теуіп аламыз да, оны жақсылап қолымызбен езіп аламыз. Пияз кішкене сөлі шығып, езілуі керек. Міне араластырып дайындап қойдым. Енді кішкене осы бір дана сәбізімізді ұсақтау етіп турап аламыз. Міне турап дайындап алдым. Енді пиязымыздың үстіне саламыз. Мантымыз сәбіз қоса әдемі көріну үшін. Енді картопымызды 4 бұрышты етіп турап аламыз. Туралған картоптарымызды да ыдысымызға салып аламыз. Енді үстінен өткізілген етімізді қосамыз. Оның үстіне кішкене сұйық майымызды, тұзымызды және де бұрышымызды қосып аламыз. Қалауларыңызша приправалар қолдансаңыздар болады. Дәл осындай құйрық майды да қостым. Дәл осы мұз қатырылған құйрық майды алдым да, дәл осындай теркінің осындай үлкен жағымен өткізіп алдым. Өйткені мантыда құйрық май білінбес үшін дәл осылай жасап алдым. Енді оны да салып, жақсылап араластырып аламыз. Салмасын дайындап қойдық. Енді қамырымызды әдемі болып иілуі қанды. Енді осымызды 3 бөлікке бөліп дайындап аламыз. Дәл осындай зуаларды жасап алдым. Енді осы қамырымызды жайып аламыз. Дәл осылай дөңгелекше етіп жайып аламыз. Қамырымыз әдемі болып шығып жатыр. Дәл осындай етіп жайып аламыз. Және де оны жайып алғаннан кейін қазір видеода көрсететін боламын. Дәл осы оқтаудың көмегімен дәл осылай кесіп аламыз. Қамырларымызды бірдей 4 бұрышты етіп кесіп дайындап алдым. Енді оның үстінен дайын болған салмамызды салып барлық қамырларымызға салып шығамыз. Мантымыздың салмасын салып жатырмын. Дәл осы тестаны дәл осылай кескен себебім, негізі мантыға біріне бірі орап кеседі ғой. Мен дәл осылай етіп кестім. Өйткені менде де қамырым кішкентай болғандықтан
оңай әдісімен кесіп дайындадым. Дәл осылай видеодағындай мантілерімді бүгіп шықтым. Көп қыз-келіншектер негізі мантыны әртүрлі етіп түйеді. Мен осындай үйге дайындаған себепті дәл осылай оңайына жүгініп, дәл осындай түйіп, сіздерге рецептпен бөлістім. Міне дәл осылай әдемі етіп бүгіп алды, және де бүгіп алған қамырларымызды мантываркаларымызға жайғастырамыз. Мантываркамыздың астына май жаққан жоқпын. Осындай кесеге сұйық майды құйып, осындай қамырымызды кішкене майға батырып, осылай бәрін қойып шықтым. Мантілеріміздің бәрі мантываркамызға орналастырып алдым. Алдын ала су қайнатып алдым. Ол суымызға міндетті түрде тұз салдым. Тұз салған суға өте әдемі қамырлар жабыспай әдемі болып піседі. 45 минуттай отта қоямыз. Міне біздің мантымыз дайын болды. Өте дәмді әрі керемет болып шықты. Сочный болып шықты. Сіздер де осы менің рецептіме қарап жасап көрсеңіздер болады. Өздеріңізге керекті лайфхактарды алсаңыздар болады. Мантымыз өте әдемі болып шықты. Және де видеом сіздерге ұнаса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Әлі алда көптеген видеолармен бөлісетін боламын. Сол себепті мені жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, менің рецепттерімді көріп, жасап көрсеңіздер болады. Енді сіздермен болған Жан сұлу.